Сәлем, мен мына фильмді көріп қайттым. Не деп жазылып тұр? Күшті екен. Білмейтіндерге Аян Өтепберген мен Ақбота Нұр ойнайды. Екеуі күшті пара, өте әдемі. Фильмнің саундтрегі өте мықты. Поп әндердің бәрін жиып алған секілді бір фильмге. Бұларда концерт жасаса өте мықты болады. Бірақ фильмнің кемшілігі де сол. Ғашықпын сағанның артынан шыққан кинода екеуі әрине екі түрлі кино, дегенмен түйісетін тақырыптары бар, және сол түйісетін тақырыптары Ғашықпын сағанда жаңалау көрінеді, өйткені ертерек шықты. Мынау деген әңгімелерің болмас. Мысалы, соңғы махаббат Ғашықпын сағанның алдында шыққанда, біз мысалы Ғашықпын саған туралы да солай айтатын шығарымыз мүмкін. Түсінбедім. Дегенмен өте күшті жұмыс атқарылған. Техникалық тұрғыда жақсы жасалған, сценарий да жаман емес. Ернар Нұрғалиев деген мықты режиссеріміз бар, күшті қызмет атқарған. Фильмнің ең басты әттең-ай дейтіні сол Ғашықпын сағанның артынан шыққаны, өйткені салыстырғың келмесе де тақырыптарының ұқсастығы фильмді еске салады, және ол жерде жаңалау көрінген заттар бұл жерде үйреншікті, бұл жерде уже көріп қойған сияқтысында сондай бір кемшілігі бар. Осы ма сенің естігің келгені? Киномыздың дамуының келесі бір нүктесі де сол шығар. Не істеуім керек? Прокатқа назар аударып, маркетинг тұрғыдан дұрыс уақытта шығу. Күндеріңіз сәтті өтсін.